Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Talk to Talk подкаст шоуы. Және бүгін мен Дәмелі сіздерге өте ерекше шығарылым дайындап қойдық. Естеріңізде болса, біздің ең алғашқы шығарылымызда Successful зияткер, яғни табысты зияткер рубрикамыз болады деп уәде бергенбіз. Ал бүгін сол күнде келіп жетті. Біздің Successful зияткер рубрикамыздың алғашқы шығарылымының кейіпкері бүгін Расул. Бәріңізге сәлем. Ең алдымен осы подкастқа шақырғандарыңа көп рахмет. Мен үшін өте приятно, что ең бірінші қонақ болып саналатындығым. Сосын бүгінгі подкасттан көрермен сіздерде үлкен пайда аласыздар деп ойлаймын. Және де бізге де көңілді әрі қызықты болады деп сенемін. Мен саған да көп рахмет Расул келіскеніңе. Шыны керек, бұл рубриканың басты мақсаты ол жас зияткерлерге үлгі көрсету, рол модел дейді ғой, сондай тұлғалардан интервью алып, олардың түрлі тақырыптарға ойын және де зияткерлік мектептің оқушысы болғандықтан өткен түрлі ғылыми жобаларын, зияткерлік мектептегі жалпы өмірін білу болған. Сол себептен негізінен осы Successful зияткер рубрикасының дебютын ала алатын, дебютын бастай алатын тұлға сен деп шештік, сен деп ойладық. Жалпы идея келген барысынан да, идеяны ойластырғанда да әрине ең бірінші келген сол интервьюлар жасау, және де сонда ең бірінші келген сол Расул деп айтамын. Неге? Өйткені шыны керек, біздің Расул 2022-2023 оқу жылында жыл оқушысы болып аталған болатын. Және де сол туралы кішігірім айтып берсең? Қандай сезімдер сездің жалпы осындай үлкен жетістікке жеткенде? Негізі, жыл оқушысы номинациясы мен үшін күтпеген жайттардың бірі болды. Шынымен де мен мысалы соңғы қоңырауға барғанда дәл сондай деңгейдегі номинацияны алам деп мүлдем ойлаған жоқпын. Дәл сол хабарды естіген кезде мен қандай реакция білдіру керектігін білмедім. Себебі не для кого не секрет. Жалпы осындай номинацияны алу әркім үшін үлкен абырой деп санаймын. Және жалпы қандай сезімде болдым дегенде, білмеймін, мен әртүрлі сезім болды менде. Соның ішінде басында, наверное, ойладым, что мен оған лайықты емеспін. Яғни менен де басқа да бұл атаққа лайықты, осы атақты алатындай деңгейде басқа да зияткерлер бар екендігіне сенімді болдым. Бір жағынан ұялу сезімі де болды. Сосын білмеймін, өзімді көптің көзінше қалай айтса болады, жоғары көрсетіп алмайыншы деп барынша тырыстым. Қалай енді скромничать деп айтады ғой. Себебі шынымен де мен үшін бір жағынан неловко болды, но бір жағынан қуанышты жағдай болды. Жалпы бұл жерде мен ойлайтыным, бұл номинация жөнінде мен ойлаймын, жалпы басқа да әлі де сенем, басқа да зияткерлердің осындай номинацияны алуға потенциалдар бар негізінен. Олар да ала алады. Жалпы осы қарап отқандардың ішінде бізден кейінгі поколение, жалпы кіші сыныптардан болсаңыздар, өздеріңізге сеніңіздер деп айтқым келеді. Себебі бұл жерде алып бара жатқан құпия жоқ деп ойлаймын. Мен өз басым, мысалға, жыл оқушысын алам деп ниет еткен емеспін, оны мақсат тұтқан да емеспін. Бұл дейтін, қалай айтса болады, просто сенің жасаған еңбегіңді мектеп
бір бағалап қалады, мән беріп қалады, көптің көзіне ілігіп қалған кездеріңде мектеп оны бағалап сондай бір шешім шығарады. Бұны сосын шығаратындар айта өту керек, жалпы мектептің, қателеспесем, яғни мұғалімдері өзара келіседі, сосын администрация бөлімі солай деп шешім шығарады, яғни кімді таңдайтындығын өздері іріктеп алады. Мен солай деп түсіндім. Сосын бағанағы айтып жатқаным потенциалы бар, себебі мысалға мен ғылыми жобамен ғана танылдым деп айтуға болады. Яғни негізінен сол ғылыми жоба негізгі себепте сол болған болар. Ұзақ айтып кетпей жатқан болармын да, надеюсь. Сол айтып жатқаным негізгі себебі сол, мысалға сол наурыз кездесулері ең, мысалға осы жерден жетістікке де көшіп кететін шығарым. Наурыз кездесулері мысалға себеп болған болар. Ол да мектеп ішінде бір үлкен жетістік деп саналған болар. Сондықтан да мені іріктеді деп ойлаймын. Яғни бұл жерде айтпағым, мен тек мысалы ғылыми жобамды дамыту мақсатында еңбек еттім, тек мектеп соны бағалады, соған мән берді. Яғни сондай бір уақыт болып қалады, сенің еңбегің еленіп бағаланып қалатын. Ал ондай еңбекті тек мен ғана емес, басқа да зияткерлер жасап жатқандығына мен сенемін. Әркімде де шанс бар деген сөз. Мен ойымша жалпы түрлі жетістіктерге жеткенде көп адамның, жасөспірімдерде ғана емес, жалпы көп адамның күмәндануы болады да, мен оған лайық емеспін, менен де жақсы адамдар бар ғой деген сияқты. Бірақ былтыр оқу жылының соңында линейкада оқығанда мен ведущий болдым онда. Расул точно Расул ең лайықтылардың бірі ғой деп ойладым, шыны керек. Бұл андай льстить етіп деп айтып тұрған жоқпын. Шын жүректен негізінде мүмкін дұрыс айтасың, мүмкін наурыз кездесулеріндегі жетістігім саналған шығар мүмкін. Және де әр оқушының, әр зияткердің потенциалы бар екені рас. Тек ол потенциалды ашу керек, дамыту керек, оған ұмтылу керек деген дұрыс. Келісемін. Негізінде мен сол кезде бар ғой, тіпті өзім алғандай сияқты болғаным. Жақын болды ма, сондай. Бұл негізінде өте үлкен жетістік. Сол наурыз кездесулерін айттым. Жалпы сол кездесуге табыстаған сенің ғылыми жобаң туралы айтсам қалай? Жалпы бізде ГЕК 302-де инженеринг кабинеті солай ғой, ГЕК 302, яғни қазіргі инженеринг кабинетінде қол көрген жандар болса, вот сол менің проектім. То есть бір қол тұрады, аппақ түсті, вот сол менің проектім. Алдында көрмедім, ұмытып қалдым, неде көрдім? Информатикада 218 тұрды, сонымен. Қол деп жоқ, ұстап қойсам. Ол проект бионический протез деп аталады, яғни қол протез солай деп аталады. Проектте идея негізгі жалпы қазір бионический протез әлем бойынша негізгі әлі де зерттелу үстіндегі құрылғылардың, яғни объектілердің бірі деп айтайын ба. Шынымен де солай. Қазақстанда тем более ол енді дамып жатыр. Мен өзім білетін, жалпы нарықта
2-3 компания бар осындай протездерді шығарып бастаған, бірақ олар республикалық деңгейде емес, әлі де даму үстіндегі стартап деп айтуға да болады. Енді мен дәл қалай айтсам болады, менде сондай бір деңгейдегі, стартап деңгейіндегі, тіпті оған да жете қоймаған болғанмын. Сондай бір стартаппын, бір сөзбен айтқанда, бұл да бір стартаптың түрі. Жалпы бионический протез дейтін не ол дейтін қарапайым мүгедек жандар киетін механический протезге қарағанда оның айырмашылығы ол немен электрлермен басқарылады, жүйке жүйесі арқылы мидан келетін сигналмен жүйкемен басқарылады. Оның сосын функциясы да сәйкесінше артық. Мысалға сен механический протезде тек бәлкім алақанды тұтастай қозғалтсаң, ал бионикалық протезде сен саусақтарды қозғалта аласың деген сияқты. Мысалы қалай окей деп жасауға болады деген сияқты. Сондай неше түрлі өзінің функциялары енді дамып жатыр. Сондай протездің түрі, мен сонымен айналыстым, және соның бағасы жалпы нарықтағы өзекті мәселелердің бірі. Неліктен? Себебі бағасы оның 1,5 миллион теңгеден 30 миллион теңгеге шейін Қазақстанда барады екен. Менің көздеген мақсаттарымның бірі сол бағасын арзандату. Енді ол оңайға соға қоймайды. Жалпы бизнес жағынан да мен қарадым, ол кішкене нереалистичный болуы да мүмкін, но все-таки әйтеуір сондай идея болды менде. Жалпы просто ол өзекті мәселелердің бірі дегенім ғой. Сондай қысқаша айтқанда проектпен айналыстым. Сосын маған өз проектіммен айналысуда мистер Джонның және Айсөл апайдың, менің химия апайымның көмегі көп тиген. Мистер Джонмен біз қолды мистер Джонмен жасадық инженеринг кабинетінде. Бионикалық протезді жасау барысында қалай жалпы жүргіздіңдер, соны айтып кетсең? Есімде қалғаны наурыз. Жалпы мен бұл проектті 9-шы сыныптан алып келе жатырмын. Оған дейін менде басқа проекттер болды. 9-шы сыныптан бастадым бұл проектті. Ол кезде менде тек идея және теоретический деңгейдегі білім ғана болды. Сосын мысалға ол кезде 9-шы сыныпқа дейін болғаны менде бір макет. Оны қарасам өзімде күлкім келеді. Но әйтеуір қол болды. Ол 3D принтерде жасадым. Ол қол болғанда просто мүсін деп айтуға болады. Ешқандай функция атқармайды. Бірақ әйтеуір 3D принтермен жұмыс жасадық дегенді білдіреді. Әйтеуір бір тәжірибе болды деген мақсатта. Сосын манағы теоретический жалпы ғаламторда ақтарып мәселені зерттеп деген сияқты нәрселер болды. 9-шы сыныптан ол бірге дейін қарадым. 11-ші сыныпта маған жалпы администрация мектептен хабарлады. Мектептен осы жылда өтетін наурыз кездесулеріне сенің жобаң таңдалып тұр, бұйыртса. Сосын тағы бір интересный жағдай. Мен ол кезде ең басында ойладым, мені Таразға жібереді деп. Білмеймін, маған сондай хабар келді. Мен Таразға кетем деп ойлап жүрдім. Енді қайыққа барсам да әйтеуір дайындалу керектігін білдім. Себебі ол республикалық конкурс. Таразды қазір артынан айтам. Жалпы дайындалып аттым. Джон ағаймен сразу сол кезде таңғаларлық, наверное, жайт. Сол қолды бір айдың ішінде жасадық. По идее, ол инженерия саласында адамға ол қатты таңғаларлық емес, но мен үшін таңғаларлық. Сол қолды мистер Джонмен бір айдың ішінде қарадық. И я помню, мистер Джонда
басқа да қылған шаруалары болды, по идее енді всо тексереді, мсо тексереді. Но мен өзім сабақтан босағаннан кейін мессенджерға бардым, қайта сабақтардан кейін. Ол кісі де андай босамай жатса да кейде шаршап тұрады, кейде босамай, сонда да көмектесті ол кісі. Андай до того кіріп кетті да мен проектімен бірге. Сол андай өзі не істеп жатқандай уайымдады. Ол кісі де рахмет айтамын оның бәріне. Яғни инженерия саласынан көп көмек маған тиді сол кісіден. 3D принтерлер көп бізде, мысалы инжиниринг кабинетіне. То есть, кстати, бізде мектепте бәріміз білетіндей техникалық жабдықтар меніңше жақсы деңгейде. 3D принтерлер біршама бар. Сол мүмкіндіктерді қолданып ғылыми жобалармен айналысқысы келетіндер мүмкіндіктерді қолданып қалсын деп айтқым келеді. Сол банағы прокол туралы соны жасадық. Содан кейін басқа да презентациялар, документациялар жасап, енді оның бәрі біраз шаруа. Сосын помню, оказывается, наурыз кездесулері ол сол жылы Астанада болады екен негізінде. Мен есімде негізі, по-моему, 10 март жоқ. 11 мартта кететін болдым. Тек мен ғана емес, жалпы біздің жанұя болды. Жанұя болды. Жанұяның да там ПСО деген бір тоже проектісі болды, ұмытып қалдым. Жанұя болды, сосын тағы да біздің ништің қарамағындағы мектеп болды. Ол мектептің оқушыларымен бірге кететін болып шештік Астанаға. Помню, 11 мартта біз класстың оқушылары балдары болып, 8 мартқа қыздардың мейрамын тойлауға барып жаттық. Мен асықпай жүрмін ғой, жалпы сағат бойынша пойыздағы билет біз дейтін кешірек кетеміз деп ойладым. Оказывается, ол Астана болды да, и ол Астана уақытымен 1 сағат артқа. Мен неге бана 8 өзім заттарым әлі толық дайын емес. Мен бірақ 8 марттан қалмай по приколу барып кетейін деп, даже Тараздың үшінде рисковать етіп барып тұрмын. И сол кезде маған айтты, что ол Астанаға кетейін деп жатсың ғой деді. И мен киімдерімді Таразға дайындап қойдым деген сияқты. Астана бойлы суық деген сияқты. Сол кезде біліп, сондай бір қызықты жайт болды. Кетіп асыққаным бар. Сөйтіп Астанаға кеттік. Наурыз кездесулеріне. Жанталасып. Жанталасып. Заттарын, суыққа арналған заттарды бәрін салып. Сондай жағдай болды. Ұзақ болып кеткен жоқ па? 20 минут уже. Не ойладым. Ладно, сейчас спокойно сюда. Өзің сонда бионикалық протезді ғылыми жоба ретінде таңдағанға қарағанда өзіңе осындай сала қызықты шығады. Инженерия, медицина, сол жағынан айтып кетсең? Негізі қызығушылық бары. Осы жерде мен признация еткім келеді. Осы моментті пайдаланып. Бәлкім бәрі де ойлағаным болар, наверное, осындай бір жетістікке жеткен соң прям бір қызығушылық бар деп. Но менде дәл осы қолға деген қызығушылықтан гөрі жалпы осы биомедицинская инженерия саласына деген қызығушылық бар. Бірақ нақты қолға емес. Білмеймін, қызығушылық, наверное, басында болғанда болар. Бірақ менде проект дейтін андай күрделі проект болды. Негізінде оған ресурстар керек болды. Ол дейтін жалпы проект кезінде қиыншылықтарға кетіп қалады. Но все равно сол ресурс керек болды. Например, экструдер дейтін құрылғы керек болды. Олар жоқ болды. И мен қолым байланып, ұзақ уақыт практический частьқа көше алмай өттім. Ұзақ уақыт теоретически жүріп қалдым. Өзімнің идеямның реалистичный или нереалистичный екенін білмедім ұзақ уақыт. И сол кезде, наверное, мотивация да кеткен болар. Чем больше сен бір нәрсемен ұзақ айналыссаң, негізі
концентрироваться етсең вообще басқа нәрсеге алаңдамай кейде қызығушылық кете бастайды. Жалпы айтып жатқаным биомедицинская инженерия саласы мен үшін қызықты деп ойлаймын. Әлі де онымен айналысып көру керек. Жалпы бұл сала медицина саласына қатысты аппараттарды, тек протездерді ғана емес, сонымен қатар диагностикаға арналған, емдеуге арналған аппараттарды жасап шығару туралы. Осы сала мен үшін әлі қызық, и бір жағынан өзекті ғой бұл сала. Наверное, сондықтан қызық тоже. Андай көбінесе инженерия деген естіп жүрген соң, химия, физикалық инженерия, медициналық инженерия деген басқаша естіліп, андай Зарина деген ғой, Зарина. Ол алдында өткен кездесуде бізге белом келгенде, сонда өзінің мамандығы туралы айтып кетті. Ол космический инженерияға түскім келеді дейді. Сонда басқаша естіледі да, ерекше өте басқа жоғары деңгейде деген сияқты. Енді химия, физикалық инженерия. Новый салалар сияқты. Иә, басқаша. Ол да не туралы айтып кетті, не Марвелдің фанаты деді. Сол ойладым, мүмкін содан шығар деп. Сол қызық болды. Рахмет, бұл керемет негізінде. Сен өзің химия, биология пәндерін таңдадың? Химия, биология пәндерін таңдадым, иә. Биологияға көбірек кетіп қалып тұр ғой. Химиядан гөрі. Екі химбиолог тұрмын. Мен де химбиолог. Өзіме биология ұнайды. Химия қазір соңғы кездері ұнамай жүр жатыр. Бұны химия апай көрмесін. Жоқ, тақырыптан болмас. Жалпы сен өзің неліктен химия, биология таңдадың? Мысалы, 10-шы класста қағазды береді ғой толтыруға, сол кезде химия, биология деп жазуға сен қайдан болды деген. Жалпы мен проектпен айналысып бастағаннан бері ойладым, биология все-таки но ең бірінші таңдағанда мен биологияны емес, ол бірінші класста тек химияны таңдадым. То есть 10-шы классқа деген. 10-шы классқа тек химияны таңдадым. Сосын химия мен биология таңдадым. Прямо андай отчетливо конкретно көрмеген шығарым, что конкретно осындай бағытқа кетемін деп. Но білмеймін, почему-то осы бағыт. Мен есімде профориентация тест болады ғой. Сендер де тапсырған жарысына. 8 еще предмет таңдайтын кезде 9-да ма сондай тоже тапсырған. Вот мен соған прямо мән бердім. Жалпы психологически қарап көрдім өзіме. Андай сала болмай ма ішінде адам және адамға қалай. Сондай жалпы тесттің атын қалым. Короче, сол адамға қатысты, неге природаға қатысты, оказывается, наука қызық екен маған. Менде выбор болды, по идее, андай химия, физика или химия, биология. Физика и биология дегенде выбор болған сияқты, да. Но там, кажется, мамандық аз болды, и поэтому мен оны таңдамайым деп шештім. И менде екі выбор қалды. Но химия и физиканы таңдамадым, потому что и бір жағынан психологический тест көрсеткен бойынша, и сәйкесінше өзімде андай ғой, чисто техникаға просто андай дым природамен байланыс жоқ жерде, там просто зауыттардың арасында елестетпеген сияқтымын өзімді. И поэтому химия, биология таңдадым. По идее, негізі бағанағы тесттарға өзің үшін прям мән берген дұрыс сияқты. Потому что ол тоже психология ғой. Сосын ол жерде сен, по идее, это глупо пренебрегать ею. Ол жерде сен одан кейінгі мектептің соңғы 2 жылын
бар нервыңды құртумен өткізесің сол предметтарға. И сосын дальше соответственно келесі бакалаврдың 4 жылын соған қатысты таңдайсың. Ну, скорее всего солай таңдайсың, потому что сен басқаша алмайды. Солай емес пе, да? Басқаша алмайды ол. Ну, кетіп қалуға болады там гуманитарияға. Но көбісі ништі бітіргеннен кейін гуманитариядан гөрі технический жаққа кетеді. И вот мен ойлаймын, ол жерде жалпы көп балдар болды менің қатарластарымнан. Ол тестті өтіп тапсырып тастады, ол кезде ресімде әлі. Кажется, солай керек емес. Вообще сенің будущеңе қатысты нәрсеге олай сауат құрамау керек деп ойлаймын. Дұрыс. Сонда достар, егер мамандық қандай маман боламын деп ойлап жүрсеңдер, психологиялық тесттерге мән беріңдер. Әрине, бізде мектепте психологтар бар, профориентаторлар бар. Соларға барып сұрасаңыздар болады. Немесе олар өздерінің графиктары бойынша сыныптарға барып сондай тестті тапсырды. Соған мән беріп қойыңыздар. Негізінде Расул айтқан дұрыс. Өйткені қандай, білемін, орысша предназначение дейді ғой, мүмкін мәселе сода шығар. Өйткені әр адам әртүрлі, солай бірдей адам болмайды дегендей аспекттер бар, нюанстар бар. Сондықтан соны білу үшін, өздеріңізге ұнайтынын табу үшін ізденіңіздер, көріңіздер.